Ау. Мен қазір осы батылды ойнап этот жекшем не тине бір то ли Динозаврларға су беріп келейін деп қойсаңшы. мен саған тіркелдім, иә, кажется, тіркелдім. Басыңызшы, отайықшы. Бейби, братан, міне. Өрік тақ қоясың ғой. Маған жұмсаққа түсіп кеткен сен жеш. Ай, шо? Шеше бар. Бұл жеш. Луна! Ой, бар! Маша, братан! Ой, ерді арқа! Қорқау бейбі. Атеш алдың брат. Айбай. Ерік астында, братан. Постоянно қанаты кипиш бейбі. Постоянно қанаты неде жүреді. Қанша жас болсам да братан, мен сізді мынандай инопланетяндарды қанаты бір қолмен құлатады бейбі. Братан, мен сізді сөзіңізді бөлгенін айып етпеңізші енді, үлкен сөзін. Сізді бұрын мен не істемейтін едім, қуамаға деп ше, бірақ жоқ, шынымен енді бет кайф отырмын ғой енді, сіз жақтырмайтын едім да, бірақ жақтырып қалдым. Бір эфиріңізді көріп қалдым да, сұхбат берген. Фактым сөйлегенсіз ғой? Фактым ше? Жоқ, ырза болып қалдым ше, мынау нормальный адам екен ғой деп қалдым, кәдімгі ше, красавчик деп қалдым, братан ше. Аза жоқ, бірақ. Братан, бүгін тұшуға бола ма? Алсын ба? Айтады ғой, ол біледі ғой. Не істеуге бола ма дейді? Қашан тұшуға болады, бәрін біледі. Құмандашы. Айтшы, братан, айтшы, братан. Шыққан десе, құмаш қайыршы. Өкінішке орай, динозаврлардың үйлері сарай. Бүгін планеталар қисық тұр балдар. Бүгін тұшуға болмайды. Тек тұшатын болсаң, жатып тұшу керек. Жігер, братан! Жігер Алпаев, братан! Анчы, братан! Азайба, братан! Алам дедім, алам. Мен істейсің ғой. Нежданчиктер жіберіп жатыр да, арттан бейбіттер. Ол не? Жігер, братан. Апачидің туыстары. Қателеспе, братан, жігер, братан ғой, жігер ауытпайды. Меломен тобы ше. Нежданчикпен кетіп отыр ғой, жектен. Сүйемін дедім. Аншы, братан. Таусыз ғой. Қазір қойып берем. Братан, сіз топсыздар, азайба, жігер, братан. Братан, сіз қазір не қылып отыр өзі? Бір нәрсе айналып жүрсің ба? Брукбайтинг деген сияқтыларға. Мен қазір динозавр фермасын салып, енді күтіп жатырмын, олардың жұмыртқалары жұмыртқалап, үстінен басқа динозавр. Бір подаркілерім 5 есе болады. Атында. Дұрыс, братан. Сіз тиктокқа енді келдіңіз, братан, иә? Біз мажор. Тикток ашылғаннан бері қанатта отырады. Бекс. Қарагөз, аян. Азайба. Братан, сіз енді келдіңіз ба тиктокқа? Жоқ, тикток ашылғалы бері бір. Мен көрмедім да сізді. Мен просто Қытайда качать еткем. Қытайда Гонконг нелер бар ғой, столицалар. Кореяда емес пе? Ежелде ханаты Қытайдың императоры болған. Сол үшін Қытайда адам көп. Өйткені мен ол жердің популяциясын өсіргем. Мен өзім жыныстық қатынас мастері, жоғары технология профессорым. Қой, братан. Сондықтан Қойыңызы. Камасутрдан черный поясым бар. Жыныстық қатынас деген. Адам сізден сұрай берейін ба? Ашық ят емес қой, ә? Мейлі, биология тұрғысынан мен саған кез келген сұрағыңа жауап бере аламын, бейби. Жыныстық қатынас болғанда қалай болды? Сен сұрайшы, сен сұрағың келіп тұр ғой. Менде сұрағың келіп тұр. Жоқ, андай қалай болады екен? Нені?
қалай түсіндіру екен да? Биология тұрғысынан аналық гамета аталық гаметамен қосылғанда зигота процесі жүзеге асады. Сол кезде ұрықтану процесі зигота деп аталады. Сол кезде осы зиготаның нәтижесінен сендер шықтыңдар. Әр мында отқан 3000 адам бүйтіп шығады бейби. Ары қарай. Батырдың ішінде. Братан, Ау. сіз де сөйтіп шықтыңыз ғой? Жоқ, мен 2 метеорит соғылғанда қанаты жарылады. Жер мен ай соғылған бұрын. Сен білесің бе, мен жерді неден сатып алғам? Метеориттер базары бар. Қай жерде ол? Бұлай күннен ары қарай 3 световой күн жүресің тарелкамен. Ол жерде бізде не бар? Метеориттер базары. Сол жерден тиіп, күннен растаможкасын жасап, ол метеоритке сосын үстіне су құйдық. Ауасын толтырдық. Ағаштарын егіп, үстіне еще жануар анауыны бәрін принтерден шығарғамыз. Сол үшін жер и плюс бізге бонуспен түскен ай. Қай жерде ол? Егер де жер сынып қалса, айға көшіп кетеміз. Ол запаска, ай. Немен ұшамыз ойға? Немен шығамыз аға? Инопланетяндар көшіреді бізді. Илон Маск братан біресе істеп отыр ғой. Ғарышқа ұшатын сонымен ұшамыз да. Илон Маск ол инопланетяндардың оқушысы. Ол қазір дипломный жұмысын жасап отыр. Марсқа дейін жете алса, біз оны кругқа аламыз. Марсқа дейін жете алмаса, кругқа ол кірмейді біздің. Кругта қанша бала бар, братан? Кругтаңызда неше бар? Енді кругта мен Джекичан, менде қазір журнал жоқ, журнал тарелкада қалып қалды. Тарелкада. Алыс жерде ма? Иә, өзі бару керек, Джекичан. Мен барғанша эфир өшіп қалады. Қашан көшейін деп отырсыздар о жаққа енді? Қай жаққа? Жаңа Марсқа. Айға дейді ғой. Ай ма, Марс па? Ай дедіңіз ғой. Айға көшеміз. Егер де жер планетасы нетсе, сынып қалса, жер жарылуы мүмкін, қанаты ашуланса. Қанаты ашуланса, жер жарылып кетуі мүмкін, балалар. Сол үшін мен өзімді ұстап жүремін всегда. Потому что жерге қанаты жауап береді, мен өзім жер планетасының аватары болған соң. Братан, сізге бір сұрақта. Ол андай негізі ойнап отырсыз ба, білмей тұрмын ғой енді. Бір Құдай жаратты ғой енді, бір Алла жаратты ғой бізде. Қалай болды ол деп жатырмын да енді сіздің тұрғыдан. Ол жер. Джекичандар, экранды бас. Мынау Ера және оның қасындағы бейбіттер, олар өте бізден асып кетіп отыр. Сол үшін экранды қатты басыңдар. Бейбіт емес, аян мен қайрыш қақтары, бейбіт емес. Қанеке кеше, мен ғой саған братан, басыңа шляпа, кепкі, бәрін кигізіп отырған. Рахмет. Сені қалай негің? Қайрош мой кент деді. Да, ты че? Қайрош. Жүректе Қайрош қан жібермейді. Рахмет.